Аяулы да ардақты Үрзия мен Жәмилә аналарым, сіздердің мейірбан жүздеріңіздей көктемнің алғашқы мерекесі, төл мерекелеріңіз 8 наурыз құтты болсын. Бүгін сіздер үшін бүкіл адам баласы қуанышқа бөленер, сіздер үшін жүрек жарды тілектерін арнайтын күн. Сіздерге болаттай берік денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тілейміз. Сіздердің аман-сау ортамызда жүрген әр күндеріңіз біз үшін үлкен мереке. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыз бен немерелеріңіздің қызығына тоймай, арамызда аман есен жүре беріңіздер. Мейрамыңыз құтты болсын анашым, көктем дейін жаныңызды гүлдеткен. Әр күніңіз нұрлы болсын анашым, шаттығына бөлеп сізді бұл көктем. Саулығыңыз мықты болсын анашым, мол байлыққа жаныңызды кенелткен. Жаратқаным бар жақсысын сыйласын, бақытыңыз алақанда тербеткен. Жүзіңізден кетпесінші қуаныш, бар жақсылық таба берсін жалғасын. Көтеріңкі болып сіздің күйіңіз, қатал тағдыр қиындығын салмасын деген ізгі тілектермен балаларыңыз Руслан мен Гүлмира және немерелеріңіз құттықтайды. Қымбат қой амандығың аяулана, шаттанып қуансам да, жабырқап мұңайсам да, жағдайын сен түсіндің жан күйімнің. Болса да өз отбасым, отаным ошаққасың. Мен сенің бесіктегі әлдейіңмін.